Ары қарай жалғастыра салт дәстүрлер мен тарихи рәсімдер осы көшпенділер романында байқалғандар жайлы айта кетсем, өз байқағаным бойынша шығармада қазақ халқының көптеген және этнографиялық элементтер көптеп кездесті. Хан сайлауы мен ақ киізге көтеру рәсімі. Хан сайлауы мен ақ киізге көтеру рәсімі бастапқыда Керей Жәнібек сұлтандардың кезінде байқалған болатын. Керей қалай Қозыбасы жерінде шу бойында хан болып сайланып жатқан кезінде хан сайлауы осы ақ киізге көтеріп алаш атты ұранымен хан сайлайды, Керейді хан етіп сайлайды. Және де бата беру, екіншісі жоқтау, естірту, құда түсіп қыз ұзату. Бата беру ол қазірге дейін бар нәрсе. Бір игі істің басталар алдында немесе жауға шабар алдында осы шығармада үлкен кісілерден, қария ақсақалдардан бата сұраған. Жоқтау болатын болса, адам қайтқан кезде, адам дүниеден өткен кезде оны жоқтау үрдіс болып табылады. Жоқтау тарихи рәсім, яғни салт дәстүр, ол қазіргі таңда да бар. Естірту деген алыс аймақта тұратын қайтқан адамның, көз жұмған адамның таныс тамырлары болатын болса, туған жан жақындары болатын болса, олар сол адамның қайтыс болғанын және өмірден өткенін басқаларға, естімеген жандарға естірту. Құда түсу, ол қазір актуал темалардың бірі, актуалды тақырыптардың бірі. Құда түсіп алу, баяғыша қыз алып қашу дейтін нәрсе жоқ. Қазір қыз ұзатып құда түсіп алу, ол әрбір қыздың арманы, әрбір қызға маңызды нәрсе. Ол қыз ұзатып отырған жаққа да ол маңызды нәрсе. Қыз ұзату, ол үйленерден алдында қызды ұзатып алу, құда түсіп алу, екі жақтың келісімі бойынша екі жақты қосу болып табылады. Соғыс алдындағы жекпе-жек пен ерлік салты. Ол соғыс алдында жекпе-жекке дайындық кезінде, соғысқа дайындық кезінде барлық ел болып жиналады. Оны біз мысал келтіре кетсем, Жаужүрек мың бала фильмінде көрсек болады. Жаужүрек мың бала фильмінде сол шайқас басталар алдында барлық батырлар, Бөгенбай, Қабанбай батыр секілді барлық жан-жақтан батырлар жиналып, осы соғысқа деген өзі айла тәсілдерін, тактикаларын ұсынады. Және сол тактика бойынша, схема бойынша, құрылым бойынша қимылдау арқылы жеңістің бір бастамасын бастап қояды. Соны соғыс алдындағы жекпе-жек пен ерлік салты деп атасақ болады. Ол жиын бізде қазір болып тұрады. Мысалы, той басталар алдында немесе кез келген жерде құдай тамақ немесе жиын болар алдында ақылдасу, әрбір туысқанмен, дос-жаранмен ақылдасып, соны шешу. Яғни ол соғыс алдында жекпе-жек пен ерлік салты болып табылады. Дала заңы, жеті жарғы және би шешімдері. Жеті жарғы ол Тәуке хан тұсында болған болатын. Үш бидің қатысымен, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің қатысуымен осы жеті жарғы жасалынған болатын. Ол сол Шыңғыс ханның жасақ заңына қаралып және де өзінің қазақ халыққа өзінің салт дәстүрлерін қоса отырып, сол жеті жарғыны шығарған болатын. Ол қазіргі конституцияның бір негізгі діңгегі, тірегі болып табылады. Сол жеті жарғы кезінде қорлық жасаған немесе басқа да заңға сай емес нәрселер жасағандарға осындай айыппұл немесе өлім жазасына кесілуі осы жеті жарғы бойынша шешілген болатын. Би шешімдер әрқашанда әділ шешім қабылдап, қорлық болатын болса, сол билер өзінің әрқашанда әділ шешімдерін ортаға сала отырып шешкен болатын. Ел ақсақалдардың, жыраулар мен батырлардың қоғамдағы орны өте жоғары болды.
ел ақсақалдары жаңа айта кеткеніміздей жауға шабар алдында бір игі істің бастамасы болар алдында өз ақылдарын айтып, өз баталарын беріп, әрбір батырларды шығарып салған жыраулар елдің мұңын, елдің қайғысын, елдің қайғы қуанышын осы өздерінің жырлары, күйлері арқылы жеткізген болатын. Жыраулар кеңесшілердің бірі болып табылды. Ақыл өзінің өмірде көрген барлық жақсылықтарын, ақыл ойларын осы хандарға жеткізіп отырды. Қандай шешім қабылдау керек екенін оларға өз көмегін тигізіп отырды. Батырлардың қоғамдағы орны да орасан болды. Әрбір батырдың бұл шығармада алған орны орасан зор. Оның мысалына Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр және де тағы да басқа қазақ батырлары осы шығармада олардың қоғамдағы орны да салт дәстүр мен тарихи рәсімдер кезінде олардың орны да байқалады. Олар құрылтайға қалай жиналысы, құрылтайларға Қызылқұм мен Ордабасы құрылтайларының қалай өткендігі де осы батырлар, ел ақсақалдар, жыраулардың қоғамдағы орнын толықтай баяндап ашып береді десек болады. Менің өзім шығармадан алған танымдық жаңалықтар ол қазақ хандығының өз еркімен құрылғандығы, ешкімнің бір қол астына қарамағандығын білдік. Сол заманда Әбілқайыр хандығынан өз ажырап, өз мемлекет болып ешкімнің қол астына бармастан, тек қана сол бір Моғолстанның бір тигізген бір көмегі арқылы қол ұшын созу, сол Моғолстанның қол ұшын созу, Есенбұғаның қол ұшын созу арқылы өзінің батырлығы мен Керей мен Жәнібектің сондай бір елім деп, жерім деп, қасық қаны қалғанша жанын беруге дайын екендігіне көзім жетті. Және де қазақ хандығы ешкімнің қол астына қарамағанын білдік. Және де екіншісі мен өзім 4 танымды жаңалық алдым. Екіншісі жаңалық ол Абылай хан тек қолбасшы ғана емес, терең саясаткер болғанын білдік. Оның тек қана оның айла тәсілдерінің өзі қандай шешім қабылдауының өзі сол бұқар жыраудан келген тән қасиеттерінің бірі болып табылады. Бұқар жыраудың көмегі арқылы көп нәрсеге өзі көзі жетіп, саясаткер болғандығы да шығармада баяндалады. Қалай елмен дипломатиялық қатынас жасауды да